Muса алейхиссалам мына бойдақтарға айтып болсын. Бойдақтар және үйленгендерге де үйленсең екінші диханаң ашылады дейді ғой жаңағы. Бір кезде қараңызшы, Мұса алейхиссалам. Мына пайғамбарлардың ішіндегі ең күші көп пайғамбар кім? Мұса алейхиссалам. Мұса алейхиссалам ең күші көп пайғамбар болған екен. Ол жаңағы байқаусызда бір нені итеріп қалады ғой, бір қиып дейді. Сол кезде не істейді? Ана өліп қалады ғой. Қараңызшы, күші көп болған екен де Мұса алейхиссалам. Біздің де қазір күшіміз керек. Ерланның күші тасып бара жатыр. Бір кезде Мұса алейхиссалам сөйтіп бір адамды өлтіріп қояды, қашады. Фирғауынның несіне. Мұса алейхиссалам не болады? Қашқын болады. Жаңағы ізіне салушы адамдар іздей бастайды. Сол кезде жалғыз өзі қалған Мұса алейхиссалам күн жарқырап, жаңағыдай ыстық күннің астында қалған Мұса алейхиссалам нені көреді? Кімді көреді? Қызды көреді. Әйел емес, қызды көреді. Сондай сұлу қыздарды көреді. Енді Құранда бүйтіп айтады екен. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Сол кезде ол басқа адамдардан екі қызды байқап қалады. Байқап қалады. Қарашы, мин дунихим деген сөзде бүткіл халықтың ішінен кімді байқап қалады? Екі қызды байқап қалады. Бұл значит не? Екі қыз сұлу екен да. Олар ғой екі халықтың анау базарда кетіп бара жатқан кезде бір сұлу қыз көріп қаласың да, сол кезде бір ерекше көріп тұрады ғой жаңағы. Сөйтіп сол екі қыз байқап қалған кезде ана ерекше болып кетті. Сол екі қыз келеді ғой жаңағы. Өзінің шахуаты көтеріліп тұр. Жаңағы күші тасып тұр. Сонда Мұса алейхиссалам айтады: "Ма хат букума? Сендер маған не айтайын деп жатсыңдар? Не әңгіме айтайын деп жатсыңдар?" Олар айтады, қыздар айтады: "Біз сондай, бізге көмек керек болып тұр. Біз мына өзіміздің қойларымызды суара алмай жатырмыз. Ал енді ар жақта суаратын жерде бүткіл халық өздерінің малдарын суарып жатыр екен. Ана екі жас қыз не істей алмайды, өздерінің малдарын суара алмай жатыр. Әкелері шейхун кабир. Ва абуна шейхун кабир, біздің әкелеріміз үлкен қартайған кісі" дейді. Фасақалахума thumma tawalla ila dhilli. Сөйтіп ана Мұса алейхиссалам ана екі қыздың қойларын суарып береді де, бірден бұрылып не істейді? Көлеңкеге қарай жатып алады. Сөйтіп айтады, армандап: "Мен ана кетпей тұрған екі сұлу қызға фақала рабби инни лима анзалта иlayya min khairin faqir" деген дұғаны оқиды ғой. Осыны бойдақтар үйленгендер де біледі осыны. Аллахым, сен маған түсірген бүткіл хайырлы нәрсеге мен мұқтажмын дейді ғой жаңағыдай. Хайырлы деген нәрсе не? Жаңа әйелге мұқтажмын деген ғой. Осы тұрған кімде кім ойлайтын болады? Алла субхана тағала Мұса алейхиссаламға қандай салихалы жар берді, сондай салихалы жарды береді иншалла. Көрдіңіз бе? Яғни Мұса алейхиссалам екі қызды көрді. Сұлу қыздар, бүткіл көпшіліктен айырылып тұрған екі сұлу қыз болған. Соның малдарын суарып болғаннан кейін ары қарай общениеге кетіп қалған жоқ олар. Мұса алейхиссалам өз-өзін ұстады, тақуалығын көрсетті, көрдіңіз ба? Мұса алейхиссалам тақуалығын көрсетті, өзінің қалауын, мына нәпсінің қалауын не істеді? Алладан сұрады: "Я Алла, Аллахым, Рабби инни лима анзалта иlayya min khairin faqir." Көрдіңіз ба? Сіз егер де бір нәрсені қатты қалайтын болсаңыз, онда Алладан тікелей сұраңыз. Алладан тікелей сұрасаңыз, иншалла Аллах Тағала не істейді? Қабыл етеді дұғаңызды. Сіз көрдіңіз, нәпсіңізді Алла разы үшін тыйдыңыз, енді Алладан барып сұрасаңыз, иншалла. Сонда Мұса алейхиссалам, оның әйелі жоқ, амалы жоқ, ештемесі жоқ. Алла субхана ва тағала оған не береді? Сол қыздың ең сұлуын береді. Ана қыз, екі қыз үйіне барған кезде өзінің әкесіне айтады. Ал әкесі кім? Шуайб алейхиссалам. Шуайб алейхиссалам пайғамбар болған. Көрдіңіз бе? Дастан? Сен қайнаған сен. Жақсы кісі болың. Ешті көрерсін ол. Кім тақуалық танытатын болса, Алла субхана ва тағала әулиелердің қыздарын сізге нәсіп етеді иншалла.